Данышпан қарға, қарашы, мынау қара жерді солқылдатып жүріп жатқан не? Соны да білмейсің бе? Темір жолмен жүріп жатқан пойыз ғой. Пойыз дегенді естімеппін. Жердің асты-үстін жаңғыртып өтіп жатқанына қарағанда пілден делген шығар. Әлі теңеуіңе болайын. Бір пойыз бірнеше жүз піліңді көтеріп алып жүре береді. Оқтың ба? Мен жер бетінде пілден үлкен ештеңе жоқ деп жүре беріппін. Олай емес екен ғой. Піл саған ғана үлкен. Адамдар пілдердің бір қорасын бірақ қамайтын вагондар жасайды. Оның бір-біріне тіркегенде пойыз пайда болады. Ол пойызды алдымен паровозбен сүйреген, кейін тепловоз, енді электровоз жегеді. Сұмдық екен. Мен ат жеккен арбаның өзінен қорқамын ғой, Данышпан қарға. Әрі қарай тыңда. Вагондарды сүйреген пойыз жүру үшін темір жол салады. Оның алдымен табанын берік те биік және тегіс етіп үйеді. Оған шпал төсейді. Шпалдың үстіне қос қатар рельс жүргізеді. Мұның жұмысы көп. Түсіндің бе? Түсіндім, Данышпан қарға. Шпал, рельс, вагон, пойыз. Болды ма? Болған жоқ. Пойыздардың тоқтайтын жерлері бар. Оны кішісін разъезд, үлкенін станция дейді. Жарайды, мен кеттім. Саған осы білгенің де жетер. Балапандарым, қанаттарын қатқан соң, сендер де темір жолды жағалап ұшасыңдар. Көке, темір жолдың бойында қандай қызықтар бар? Олай да бұлай, заулаған пойыздармен жарысасыңдар. Сонда пойыздардан озуымыз керек пе? Олар қалай жүреді? Қазіргі темір жолдағы пойыздардың жүрісі өте шапшаң. Оған 20 жыл бұрын ғана шабан жүретін. Сонда адамдар темір жолды не үшін салады? Темір жолдың міндеті үлкен аппағым. Онда құлақ түре беріңдер. Қазақстанның жері өте кең. Қалалары, өндіріс орындары бір-бірінен қашықта жатыр. Олардың бәрін темір жол байланыстырады. Қазақ даласында алғашқы темір жол Орынбор мен Ташкент арасын қосқан 20 ғасырдың басында пайда болды. Шалқар, Арал маңындағы қазақтар енді мал бағу, балық аулаумен қатар темір жолшы болуға келді. Соның арқасында Қазақстанда жұмысшы табы қалыптасты. Екінші рет Турксиб темір жолы салынғанда алғашқы темір жол инженері Мұхамеджан Тынышпаев Арыс пен Семей арасындағы станциялар мен разъездерді анықтады. Жетісудың, Аягөздің қазақтары өгізге, түйеге жеккен арбамен келіп, жол құрылысын жүргізді. Қазақстаннан шыққан қайраткер Тұрар Рысқұлов Турксиб Айнабұлақ станциясында түйіскенде одақтық үкімет атынан құттықтап сөз сөйледі. Одан кейін Шу мен Мойынты станцияларын жалғаған темір жол тармағы іске қосылды. Сөйтіп солтүстік пен орталық Қазақстандағы темір жол оңтүстік пен шығыс Қазақстанды байланыстырған жолға қосылды. Темір жол құрылыс материалдарын барлық зауыт пен фабрикаға керек құрал жабдықтарды, көмір мен темір кендерін және басқа қорытылатын рудалар мен түрлі ауыл шаруашылық шикізаттарын тасыды. Ірі қалалар арасында жолаушылар пойыздарын тұрақты жүргізуге мүмкіндік туды. Жол бойында станцияларда тұрғын үй мен кеңселер, мектептер мен ауруханалар салынған. Ұлы Отан соғысы кезінде фашизмді жеңуге де темір жолшылар тер төкті. Ол кезде әскери тәртіп орнады. Ғарышты игеретін зымырандар мен оларды ұшыратын кешендер Байқоңырға осындай пойыздармен жеткізілді. Ал, темір жол туралы не білдіңдер? Көке, оны алғаш өгіз және түйе арбамен салған. Балапаным, оның рас. Қазақтың үлкен ақыны Қадыр Мырзалы түйені мақтағанда темір жолды әкелдің өзің сүйреп деген. Көке, мен соғыс кезінде темір жол арқылы барлық жүктер мен әскер тасылғанын білемін.
Міне оның рас. Темір жолға ұшып жүріп жоғарыдан көз салсаң, бірде жолаушылар пойызы, одан кейін жүк таситын пойыздар өтіп жатады. Қазіргі қазақ жерінде жаңа темір жолдар тартылды ма? Тартылғанда қандай? Сабыр сақтасаңдар, оны да білетін боласыңдар. Қазақстан өзінің аумағындағы коммуникацияны дамытуда темір жолға ерекше көңіл бөлген. Бұрын республиканың қалаларын байланыстырған кейбір жолдар ел аумағынан шығып кетіп, қайта кіретін. Мұның өзі шекаралық, кедендік және қызмет көрсету салаларында қиындықтар туғызды. Сондықтан барлық ірі қалаларға дейін баратын темір жолдарды республиканың ішімен жүргізу ойластырылды. Ақсу қаласы мен Курчатов қаласын жалғастырған бірінші темір жол құрылысы аяқталған соң, солтүстік пен шығыс Қазақстан тікелей жалғанды. Бұрын темір жолмен Ресейдің Локоть станциясы арқылы ғана жетуге Өскемен қаласына енді Шар станциясынан тура жол төселді. Сөйтіп, Алтайдың кенін, түсті металын басқа елге соқпай-ақ тасуға қол жетті. Қостанай мен Ақтөбе облыстарын байланыстырған темір жол солтүстік және батыс Қазақстанды тіке жалғап жатыр. Мұның бәрі іске қосылған кезде Жезқазған мен Қызылорда қалаларының арасында жаңа темір жол құрылысы басталды. Бейнеу мен Арал станцияларын жалғайтын және бір желінің құрылысы қызып жатыр. Ол салынғанда Астанадан Маңғыстау түбегіне жету бір тәулікке қысқарады. Қазақстанның әлемдік нарыққа шығуында темір жолдың пайдасы зор. Сондықтан Алматыдан Қытай шекарасына дейін төте темір жол іске қосылды. Сол сияқты Жаңаөзен қаласынан Түркменстан шекарасына дейін темір жол тартылды. Осылайша республика әлемдік темір жол тармақтарының ішінде тұр. Қытайдың ішінен шыққан жүкті солтүстікке, Ресейге, оңтүстікке, Иранға жеткізуге біздің жолдардың әлеуеті жетеді. Темір жолды салған адамдар мықты ма, көке? Әрине мықты. Олар 40 градустық ыстықпен 40 градустық суықта иен даламен жол тартып жатады. Ал темір жолға керек заттарды Қазақстан өзі жасай ма? Қазақстанда темір жол шпалдары мен басқа керек жарақ жасалады. Жүк тартатын электровоздарды құрастыру Астана қаласында жүзеге асты. Осы заман талабына сай вагондарды да жасай бастады. Көке, темір жол бойында станциялар, оларда вокзалдар болады дедіңіз ғой. Соны жақсылап айтыңызшы. Міне бұл сұрағың дұрыс қойылды. Темір жолдың өз қызметтері болады. Темір жол бойындағы деполарда тепловоз, электровоз, вагондарды тексереді, ақауын жөндейді. Ондай деполарды тораптық станцияларда тұрғызады. Ең үлкен темір жол деполары Астана мен Алматы қаласында бар. Сол сияқты жолаушыларды пойызға отырғызып түсіретін жерлер болады. Оны вокзал дейді. Вокзалды әр қаланың қақпасы деу керек. Алматы қаласының 2 темір жол вокзалдары қайта жөнделді. Астананың да бұрынғы вокзалы жаңғыртылды. Әрі жаңадан вокзал құрылысы басталды. Қазақстан үшін темір жол қажетті және пайдалы сала. Өскенде пойызбен жарыса